Ұйымдастырылған іс-әрекетімізді бастамас бұрын біз табиғатпен, достарымызбен және қонақтармен сәлемдесіп алайық. Арайлы арайды даламыз, қайды таң достарым, қайды таң қонақтар. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, барлығымыз тіке тұрып, оң қолымызды жүрекке қоямыз. Оң қолымызды жүрекке қоямыз. Алтын күн аспаны, алтыннан даласы, елімнің дастаны, еліме қарасы. Ежелден ертеден қамымыз шықты ғой. Елім, гүлім болып, елім, гүлім болып, төгілемін, туған жерімнен, Қазақстаным, ұрпаққа жол ашқан, ең қайдан жерім бар, елім жарасқан, әлемсіз елім бар. Қамсалған уақыты мәңгілік осындай, біздіңе уақыты, біздіңе осындай. Егілем, егілем, гүлім болып, егілем, жырым болып, төгілемін, туған жерімнен, Қазақстаным. Бізде сиқырлы сандық екен. Қазір отырып, сиқырлы сандықтың ішінде не бар екенін көреміз, иә? Не бар ол? Тақия. Бұл тақия ұлттық бас киімге жатады, иә? Біздің ұлттық құндылығымыз. Бүгін біз ұлттық құндылықтар туралы іс-әрекет өтетін боламыз. Мынау не балалар? Домбыра. Домбыра. Бұл біздің ұлттық аспабымыз, иә? Домбыра қазақ халқының ұлттық аспабы. Балалар, мынау не? Қамшы. Қамшы. Қамшы бізге не үшін керек? Атқа мінген кезде қамшы бізге керек құрал екен, иә? Атты жүргізу үшін бізге қамшы керек екен. Балалар, мынау не? Су. Дұрыс айтасыңдар. Теріден жасалған осы торсыққа су құйып, атпен ата-бабаларымыз жүрген кезде су құйып алып жүрген. Бұл теріден жасалғандықтан, бұны ішінде мысалға біз қымыра, қымыз деген қазақтың ұлттық суларын құйып алып жүрсек, немесе судың өзін алып жүрсек, бұл ішінде мұздай күйінше сақталады екен, иә балалар? Жарайсыңдар, бұл торсық деп аталады екен. Ал балалар, енді осы ұлттық құндылықтар туралы кім тақпақ біледі? Киіз үйлердің жырластым, қазақ деген еліміз, атағым нұрбек тұрсасым. Жарайсыңдар, көп айтайсыздар. Тағы кім біледі? Қойма сұрағым. Ою деген үрме көп, мағынасын білсек тек, армөнеке сыр жатыр, бабам сөзі нұр жатыр. Жарай.
жарайсыңдар. Ал енді барлығымыз күшпеңдер. Барлығымыз қазір ойын ойнаймыз. Енді қазір барлығымыз ұлттық ойындарды, ұлттық құндылыққа байланысты үстел-үсті ойындар және ұлттық ойындарды ойнайтын боламыз. Қазір мына жаққа